Сәлем достар, қайырлы күн. Сіздерге уәде еткенімдей, бүгін бауыр пирогының рецептісін салатын боламын. Каналыма тіркеліп, лайк басып, комментарий жазып, достарыңызбен бөлісуді ұмытпаңыздар. Достар, алдымен бауыр пирогының салмасын дайындайтын боламыз. Ол үшін бізге пияз және сәбіз, тұз қажет болады. Сұйық майға баяу отта қуырамыз. Салмамызды дайындап болғаннан кейін бауырымызды дайындайтын боламыз. Кез келген бауыр жарайды, яғни балғын, свежий бауыр немесе мұздатылған бауырды да пайдалансақ болады. Мен өз тәжірибемде осылай тазалап аламын бауырды. Ұсақтап туралап, ет тартқыштың ең ұсақ өткізетін насадкасымен өткіземін. Піскен кезде, пісірген кезде өте жұқа және тез пісуіне септігі өте көп. Бауырдан жасалған тағамдар гемоглобинді көтеруге күшті әсер етеді. Кеттік достар, менімен бірге жасап көріңіздер. Баяу отта сұйық майымызды құйып, табаға алдымен пиязымызды қуырып аламыз. Содан кейін сәбізімізді салып, тұзымызды сеуіп, өте баяу отта бетін жауып қойып қоямыз. Салмамыз дайын болды, күйіп кетпеуін қадағалау керек. Бауырымызды ет тартқыштан көріп тұрғандарыңыздай, өте ұсақ көзді насадкасымен өткізіп жатырмыз. Бауырдан жасалған блиныларымызды дайындауды бастаймыз. Ең алдымен ет тартқыштан өткізілген бауырымызды аламыз. Оған 3 дана жұмыртқамызды қосамыз. Біркелкі етіп араластырып аламыз. Толық араласқаннан кейін сұйық майымызды құямыз. Видеода көрсетілген барлық қоспаларды қосып, біркелкі болып араласқанша бір бағытта араластыратын боламыз. Мінеки көріп тұрғандарыңыздай тамаша бауыр блины пісіретін сұйықтауымыз дайын болды. Осылай баяу отта екі бетін ақырын ғана пісіріп аламыз. Астарыңыз дәмді болсын. Салқындатылған салмамызды блинылардың арасына салып, 4, 5, 6 қабаттан жасай береміз. Өзіңізге қалай ұнайды, сондай биіктікте жасай берсеңіз болады. Салманың орнына сарымсақ қосып, майонез қолдансаңыздар да болады. Екі вариантта да өте дәмді болып шығады. Достар, міндетті түрде жасап көріп, комментарий қалдырыңыздар. Каналыма тіркелуді ұмытып кетпеңіздер. Достарыңызбен бөлісіңіздер. Қызылорда облысы Жалағаш ауданының тұрғыны болсаңыз, тапсырыспен пісіріп беретін боламын. Видеоның астына байланыс номерімді қалдырамын. Кез келген уақытта тапсырыс берсеңіздер болады. Ең соңғы қабатының бетіне осылай бір қабат майонез жағып, қайнатылған жұмыртқамен, қызанақ, қиярмен, болмаса аскөктермен оформление жасасаңыздар тамаша болып шығады. И дәмді болады. Достар, сау болыңыздар. Соңына дейін көргендеріңіз үшін рахмет.